Ассалаумағалейкум, ақсақалдар, армысыздар, аяулы аналар, бармысыздар, замандастар, құрдастар. Міне, бүгін кіндік қанымыз тамған киелі де қасиетті мекеніміз, Өркендеу ауылымыздың 80 жылдық мерейтойы. Баршаңызды осы мерейтоймен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Тудық, осы ауылдан түлеп ұштық. Мінеки бүгін әрқайсымыз ар жақта жүрсекті, бүгінгі біздің туған еліміздің, туған жеріміз, туған ауылымыз өркендеудің тойына жиналып отырмыз. Сондықтан да баршаңызға тойға қош келдіңіздер демекпіз. Той құтты болсын ағайын. Осы ұзақ жылдардан бері ауыл әкімінде еңбек етіп келе жатқан бас маман, қазіргі уақытта ауыл әкімі міндетін уақытта атқарушы Нұрғали Оразғали Қадырұлына беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті ауылдастар, қадірменді қонақтар, бүгінгі Ақмола облысы Қорғалжын ауданы Амангелді ауылдық округіне қарасты Өркендеу ауылының 80 жылдық мерекесіне арналған салтанатты жиналысты ашық деп жариялаймын. Арайлы шуақтанын ата берсін, ортаға ақсақалды ата келсін. Жиылған жайсан мынау көпшілікке ақ пейілмен ықылас бата берсін дей отырып, жаңбырменен жер көгерер, батаменен ел көгерер демекші. Енді ауылымыздың үлкен ақсақалы, Өркендеу ауылымен құрдас, бүгінгі күні атамыз да 80 жасқа талып отыр. Ахмеде ағамызды ортаға шақырып, ол кісінің бүгінгі мерейтойымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Ахмеде аға, өзіңізді ортаға бата беру үшін шақырамыз. Ду қол шапалақ, құрметті жерлестер. Я жаратқан жаппар хақ, елімді жерімен сақта, халқымды данасымен сақта, сәбиді анасымен сақта, азаматты санасымен сақта. Қазақтың кең даласын уайым қайғыдан сақта, мың бір атты, жүз бір атты бәле жаладан, қайғы қасіреттен, бүкіл табиғи апаттан сақта. Уа халқым, бауырың бүтін болсын, жеріміз ырысты болсын, күніміз шуақты болсын, бейбітшілік тұрақты болсын, ел басы аман болсын. Амин. Қадірменді ағайын, кең байтақ қазақ даласының Нұра өзеніне құяр тұсында ежелден бері қонақ жай, аңшы, саятшы, әнші, күйші, ер жүрек батыр халық өздерінің көшпелі өмір салтымен ауыл-ауыл боп тұрған.
орыс пролетариатының ұлы төңкерісінен кейін орнаған кеңес үкіметі көшпелі ұлттарды отырықшылыққа баулып коллективтендіру жұмысын қолға алды. 20-шы жылдардың аяғы, 30-шы жылдардың бас кезінде осы өңірде де ұжымдастыру жүргізіліп, аумақтық әкімшілік өзгерістер болды. 1928 жылы Қорғалжын ауылы құрылды. Одан кейін Кеңбидайық, Жұмай сияқты ауылдар бой көтерсе, 1934 жылы Қазақ автономиялық советтік социалистік республикасының картасында жаңа елді мекен Өркендеу ауылы пайда болды. Алғашқыда Өркендеу аталып жүрген бұл колхоз кейінірек қазақ батыры Амангелді Имановтың есімін иеленді. Атаған кіндікті Мойынсеріктің басқарушысы Алтайбаев Рахымжан деген кісі болған. Мал басы көбейді, өкіметке беретін салық мөлшері артып, халықтың тұрмысы бірдейленді, теңесе бастады. Кедейлердің аузы аққа тиіп, жаңа билікке беріле қызмет етті. Жоғарғы кеңесіне Зағи Диханбаева Зура, ол кісі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің пленум мүшесі болған. Әжелеріміз облыстық кеңеске Ұлмекен, Қалимаш Зылғарин әжеміз депутат болып сайланған. Ауылдық кеңесті әр жылдары Диханбаева Зура, Сарқұлақ деген атамыз Есенбаев Балташ басқарған. Кәрім, Сәмет, Қасым Ыдырыс, Мұса Бидал, Әлімнің Рахымбергені, Хамзе Лөкөт, Кездік Рахымжан, Қожаханның Сыздығы, Қырбай Мұқан Қамидолла, Таймағанбет Төлеубек, Бертақ Болатбек, Шайырман, Күлжамила Гауха Шәкен, Бекқожа сынды аталарымыз бен әжелеріміз колхоздастыру кезінің нағыз ерлері. Олардың әрбіреуі туралы жеке баяндама жазуға кітап шығаруға болады. Жатқан жерлер жеңіс демекші, осы кездері Жеңіс, Майдан, Әскербек есімді балалар дүниеге келді. Майдандарда қызу соғыс жүріп жатты. Ал елде қалған әйел азаматтар, әжелеріміз бен апаларымыз бар ауыртпалықты мойнына алып, өндірістік мұрағатта сақталған және Дударай әнінің шын авторын сол жылдардың өзінде үкімет те өнер сүйер қауымда мойындаған. Осыған қарағанда қазіргі жүріп жатқан екі-үшті пікір таластар тіпті негізсіз. Соғыс кезінде колхозды Құрман Сейіт атамыз басқарған. Ол кісіге арнаған Өлібайдың әзіл өлеңі де бар. Құдабеков Ахмет, Қойшыбаев Мәжи, Кенжекеев Жүнісбек және тағы басқалары. Егін егіп, мал өсіріп, балық аулап, ауыл тұрғындары социалистік еңбекке қайта кірісті. Ауылдағы автомашиналар, тракторлар, басқа да техникалық құралдар әкелінді. Еңбек сапасы да, өнім көлемі де арта түсті. Көптеген колхозшылар партия қатарына өтті. Ауыл басшылығы жоғарыдан түскен жоспарды орындау үшін коммунистер мен партия жоқтарын жұмылдырды. Өркендеу ауылының тарихындағы алғашқы тракторшылар Өлібаев Қабытай, Рамазанов Бейсебек, Біләлов Шайқы тракторды тез меңгеріп, колхоз кезінде, саққоз кезінде де еңбек істеді. Тың игеруге қатысты. Алғашқы шоферлар қатарында Рахымжанов Есенбай, Шарипов Баяхметті айтуға болады. Алғашқы әйел механизаторлар Өлібаева Жанбөпе, Исина Бәктай апаларымыз алғашқы комбайнер Сыздықов Рузы болатын. Ауылды электрлендіру жөнінде монтерлер Өлібаев Жұмағат, Біләлов Жақия, жоғарғы кернеулі желілерді іске қосуда Рахымберген Қозбағар, кейінірек Серіков Нұрғали электрик мамандар ретінде ерен еңбек істеді. Жерде осы ауылдан шыққан бүкіл елге танымал атақты адамдарды тізіп өту жөн сияқты. Апамыз Рабиға Есімжанованың ағасы Бабақ Қосымжан сазгер ретінде республикаға аты шықса, осы елдің тумасы Сұлтанбек Қожахметов ғалым, техника ғылымдарының докторы. Геллерт Наталья Владимировна атақты механизатор, тыңгер, КСР жоғары кеңесінің депутаты. Елдің тумалары Әбілқасымов Өтеген байланыс жөніндегі республика деңгейдегі маман болса, Нүркенов Жаңбыршы республика су шаруашылығының вице-министрі болған. Ленин орденінің кеуделеріне еңбектері үшін Амангелді атындағы Кеңшардың тракторшы механизаторлары кеуделерін таққан Туғанбаев, Ермек Қасенов Сағынбек. Құдабеков Ербол Ахметұлы осы жылдың тамыз айында Астанада дүлей өрттен жас балаларды құтқарып, батырлықтың өнегесін көрсетті. Жергілікті атқарушы орган 1946 жылдан 60 жылға дейін Асау балық ауылдық кеңесі деп аталған. Ауыл еңбеккерлерінің жемісті еңбегінің арқасында
сол кездегі басшылықтың дұрыс бағытта жұмыс жүргізуіне байланысты болды. Осылай дегенімізде бірінші кезекте 20 жылдан артық кеңшарды басқарған Сәрсенов Арғын Шайқышұлы еске түседі. Ол басқарған жылдары Амангелді кеңшары өте қарқынды дамыды. Онымен қатар жұмыс жасаған Таипов Ғабдолла, Абужаров Нұрғали, Аханов Қарабай, Мұқанов Жұмағат, Смағұлов Қазбек сол кезде кеңшарды, ауылдық кеңесті, кәсіподақты көзге елестету мүмкін емес. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Осы адамдарға бір қол соқ қойылғаныңызды сұраймын. Осы баяндамада біз ауылдың өткен негізгі белестерін ғана атап өттік. Сондықтан есімдеріңіз аталмай қалса ренжімеңіздер. Біз өлі риза болмай, тірі байымайды дегендей, бұл дүниеден кеткен адамдардың есімін көбірек атадық. Ауылға осы жерде туған, осы жерде тұрған барлық азамат еңбек сіңірді. Ауылға осы жерде туған, осы жерде тек қана әулеттердің тектерін атағаның өзінде 300-ге жуық атау бар. Рахымжановтар, Әбдірахмановтар, Кенжебектер, Мұхановтар, Шайхиндар, Абдықалықовтар деп кете береді. Оларды зерттеу, естеліктер жазу келер ұрпақтың еншісінде. Болашақта жастар арасынан жақсы тарихшы немесе жазушы шығары сөзсіз. Көп рахмет, Оразғали аға. Құрметті жерлестер, мінекей биыл ауыл болғалы бірінші рет осындай мерейлі тойымыз тойланып отыр. Ендеше қатарымызға қосылып жатқан жерлестерімізге тағы да бүгінгі Өркендеу ауылының 80 жылдық тойы құтты болсын демекпіз. Біздің ауылымыздың қадірлі азаматы, ұстаздардың ұстазы болған Нарымбай Ыдырысұлына беруге рұқсат етіңіздер. Ақыны Байронның мынандай сөзі бар. Туған жердің маңдайының қырсығын, арылтуға керек болса бір шығын. Жаның әке құрбандыққа мені жал, қиналмасаң қиылар деп қыршының деп айтылған болатын. Енді бұдан артық арман қарай керемет айтуға мен шамам жете ме, жетпей ме, тойларыңыз тойғаласын. Туған жер алтын бесігім, анам деп айтсам несімін, алыста жүрген ағайынның атынан сұраймын кешірім. Рухымда бабам бар, балшықтан жаралып топырақ болған адамдар, бесігі болған анамның, киесі болған атамның туған жерге махаббатпен қараңдар. Самалыңмен емделем, артықсың маған өңгеден, аспандап биік кетсем де бөлінбейсін сен менен. Өркендеу менің өрісім, еңбегің сіңді ел үшін. Үлебай жырлап, Рахымжан жортып, дүбірлетіп өткен жерсің. 80-ге келдің сен бүгін, жарасып жайнап елдігің. Бауырмалдығын бақытым деп білген, солардан қалған белгімін. Үйрену содан керек ет, біреуінің қуаныш қайғысына бәрі бірдей бөленет. Соғыста салды таңбасын, жылатып жұртты жанбасын. Өксікпен өтті ғаналар, қабар ошарсыз қалғасын. Соқаға да жегілдің, дәм болып жерге себілдің. Осы күнге жеткізген ата-бабаларың көбіңнің. Оспан әкем Сарыөкіз, Дүйсенбай ағам Қараөкіз, ұстахананы меңгерген Ыдырыс Махан Парөкіз. Ұжымды өргі сүйреген, аш болып киім кимеген, сол еңбектің арқасында шалқыған бүгін сыйледім. Еңбектің отын жаққандар, сонысынан бақыт тапқандар. Үлмекен Зура Шөкім апамызды ұмытпаңыздар, есте сақтаңдар. Заманды қоғам биледі, адамды адам иледі. Көп жыл басқарған кереметті қарапайым халық сүймеді. Халыққа болдың қалаулы, ауылға жақтың алауды. Кісілікпен ел басқарған серік секілділер санаулы. Жасың бар, беріп жатқан асың бар. Мешіт салды елді ойлады, ендігі асылдар осылар. Бақытты заман, бар заман, егемендігін орнаған қазақ деген халықты. Көп рахмет, Нәреке сізге. Құрметті қалайық, той құтты болсын деп отырып, тағы да көріп қалдым. Өркендеу ауылының 80 жылдығын арнаймын.
Армысың, бармысың қасиетті өркендеу елім? Мал мен жан иесі жер ана, бәрімізге де ана киелі жерім. Қоғаша жапырылып жиналған, үлкен кіші қарындас құрбы құрдастарым. Іштім 80 жылдыққа келген жайым бар. 80 жыл бір қарияның ғұмыры ғой. Қарны ақ түйенің жарылған күн, тарихта алтын әріппен жазылып, мәңгі елдің есінде қалатын күн. Сол тарихты парақтайтын жас ұрпақ сендерсіңдер. Қандай қиыншылық болса дағы, елдің тағанды қозғалмаған сіздер. Ақынға ақын жақын, ақын халыққа жақын. Өлеубай атаға бас иемін, жер суыңды өлеңге қосқан шын ақын. Көп рахмет. Өркендеу ауылында қоғамға еш кеткен жоқ, төккен тері, мал бағып алтын астық еккен елі, сал сері ақындар мен батыр жырау, түлеп ұшты қалым мен еңбек ері. Ащы көл, тұщы көлдің арасында, киелі осы өлеңнің даласында, Мариям Жагор қызы мекен еткен, ғашықтығы ән болған алталашқа. Жазылар тарихта алтын адам, Дударай мәні терен нарқымаған, өшпейтіғын артына ән қалдырған, ән етіп Өлеубайдай жарқын адам. Сардоңғал қазағыма думан өлке, батырлық жігіттерім құрған өлке, қаймықпай жұрт алдында тік сөйлейтін Мәдинов Рақымжанов туған өлке. Айтылатын өлеңге жырым болды, Сұлтанбек Қожахметов ғалым болды, министр боп көшбасшы ел бастаған Нұркенов Жаңбыршыдай ұлым болды. Басшы болған жоғары мекемеде, халықтың аманатын өтегенде, осынау дархан елдің төл тумасы мақтау айтам Әбілқасымов өтегенге. Биік деген өзіндік мәдениетімен және бірегей қайталанбас табиғатымен ерекшеленетін Өркендеу ауылының 80 жылдық атаулы мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Өркендеу ауылы Қорғалжын ауданының құрамындағы жері көркем, халқы өнерлі, табиғаты сұлу ауылдардың бірі. Нұра өзені мен Шулақ көлінің ортасын жайлаған, елден талай өнерпаздар мен ғұламалар шыққаны мәлім. Өркендеу ауылының атағын Өлеубай Әнетұлымен байланыстырудың өзі бұл ауылдың өнерге, білімге бай екендігінің дәлелі. Бүгінгі күні осы ауылдың ауданның ауыл шаруашылығын дамуына қосып жатқан үлесі зор. Атап айтсақ, Аққұлын жеке шаруашылық серіктестігі ең даладан қазіргі заманға сай құрылыс нысандарын салып, ауданның экономикасына қомақты қаржы салуда. Халқының рухани да мәдени қоры, тағылымды салт дәстүрі мен жетістіктері бүгінгі күні келешек үшін зор байлық пен өркенділік тұғыры болып қала бермек. Табыстармен толысып, өркендеу жері жайнай береді, жетістіктерімен жұртының жүзі жарқырай береді деп сенемін. Құрметті жерлестер, бүгінгі торқалы тойларыңызбен тағы да құттықтай отырып, ауылдың экономикасының өркендеп, халқымыздың әл ауқатының жақсаруына шын жүректен тілектеспін. Бейбіт аспанымыз, мейірімді күніміз, жарқын күлкілер, бақытты үміттер әр шаңырақты қуанышқа бөлесін. Баршаларыңызға баянды бақыт, ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, шаңырақтарыңызға құт береке тілеймін. Құрметті жерлестер, тойларыңыз тойға ұласын. Осы тойды жасап жатқан ұйымдастыру алқасындағы жігіттерге, ел азаматтарына, әр жанұяға мен аудан әкімдігінің атынан шын алғысымды білдіремін. Өркендеуі қайырлы, құтты болсын. Көп рахмет, құрметті Сағадат Қарабекқызы. Құрметті жерлестер, жасасын өркендеу деп бір доғыл шапалақтап қойыңыздар. Қаттырақ. Ендеше, бүгінгі біздің мерейлі тойымызға көптеген қонақтар қатысып отыр. Келесі сөз кезегін қонақтарға беруге рұқсат етіңіздер. Бүгінгі біздің тойымызға Арықты ауданының әкімі Ысқақов Ақсанбай және аудандық мәслихаттың депутаты Айтжанов Мұрат мырзалар қатысып отыр. Ендеше, құрметті қонақтар, сөз кезегі өздеріңізде. Жаңа ауыл әкімінің орынбасары айтқандай, бұл бір адамның ғұмыры ғой. Соны тәптіштеп, мен қазір кіммен әңгімелесіп отырып айтып отырмын, оның бәрін біліп, осыған ат салысып
жігіттердің жасаған еңбегі енді орасан деп есептеймін. Мен аудан мәслихаты хатшысының міндетін атқарғаннан кейін қазір ол жұмыс сапарында Алматыда мына алғыс хатымызды мәслихат атына табыстауға рұқсат етіңіздер. Мен бұны оқымай-ақ қояйын, жаңа кісі айтылды ғой. Оразғалиға. Ал енді мынау құрметті Өркенді ауылының тұрғындары, мерекелеріңіз 80 жылдық қайырлы құтты болсын. Мынау үлкен шара